Тарихын тереңге жайған ең көне қалалардың бірі ол Орал қаласы. Қала тарихы 1775 жылдан бері бастау алады. Біз қазір қаланың ең басты көшелерінің бірі Достық даңғылында тұрмыз. Қаланың оң жақ бөлігінде Орал казактарын дәурен құрып тұрған кезеңінде бай бағландар өмір сүрген болса, сол жағында кедей кепшіктер өмір сүрді. Қаланың бай архитектурасы қазіргі таңда кімді болмасын таң қалдырмай қоймайды. Карев үйі 1901 жылы Көпес Карев салдырған үй 3 қабатты кірпіштен қаланған еңселі ғимаратта Ұлы Отан соғысы кезінде госпиталь болыпты. Қазір бұл үй Карев үйі деп аталады. Ғимарат сан ғасырлар бойы қаламыздың ең үлкен мәдени мұраларының қатарында болды. Бүгінде мұнда Жұбан Молдағалиев атындағы кітапхана мен облыстық филармония орналасқан. Кітапхана қорында 55 мыңнан астам кітап бар, ал филармонияның концерт залында көптеген шығармашылық кештер мен концерттер ұйымдастырылады. Біз дәл қазір Орал қаласы әкімдігінің дәл алдында тұрмыз. Кезінде бұл ғимарат Орыс өндірістік өнеркәсіптік банкі болған, ал қазіргі таңда қаланың шырайын ашар ең көркем ғимараттардың бірі болып саналады. Басқа қалалардан артықшылығы не деп ойлайсыз? Орал қаласы жалпы жасыл қалалардың бірі. Орал қаласында осы ерекшелігі мысалы ең ұзын көпір, ең ұзын фонтан. Орал қаласы басқа Қазақстанның қалаларына қарағанда ең бастысы архитектура жағынан өте көрнекті қала. Тазалық жағынан қаламыз болған шығар. Негізінен таза қала ғой, басқа қалаларға қарағанда қарай. Ұлан ғасыр, бұл жерде Дина мен Құрманғазы, Қадыр Мырза әлі жырданасы, Махамбет Исатайдың даласы, футболдан Ақжайық құрамасы, ескерткіш Стелла мұнарасы, Оралдың құмына аунап өскен, менде бұл жердің бір баласы. Мәншүк Хиуаз, батыр қыздар, сырың батыр, салған із бар, танымағаның таныңыздар, осындай текті халқымыз бар. Орал, әсем қала, Орал, әркез саған, Орал, деп ән салам, Оралым сенімен мақтанам. Біз дәл қазір Орал қаласының заманауи шағын ауданы 6-шы шағын ауданда тұрмыз. Салынғаны 2 жыл бола қоймаған бұл алаңда қала халқы өзінің тиімді уақыттарын өткізеді. Еуропа мен Азияның тоғысында орналасқан Орал қаласының басты ерекшелігі ескі және жаңа ғимараттардың үйлесім табуында. Бағдәулет Салауатов, Абылай Ғалимат, Самат Рахымғали, арнайы Жас медиа жобасы үшін.